Мынау алша ағашы. Мынау 10 жыл болған кемінде, қателеспесем 8-10 жылдық. Бірақ жыл сайын өте күшті гүлдейді дейді, өте керемет. Бірақ жеміс салмайды дейді. Яғни жемісі жоқ. Бұл жердегі мен бұл кісілерге айттым негізгі мәселені. Өйткені бұл алша айқас тозаңданады. Яғни өз-өзін тозаңдандыра алмайды. Сол үшін оның қасына бір алша керек болады тағы да. Сол үшін де қанша жыл зая кетті, бірақ биыл мына жерге қасына бір осы жыл гүлдейтіндейін әкеп отырғызса, аралар содан ұшып, тозаңдалып, мынаған барып қонып, соны аналығын аузына түскен кезде тозаңданатын болады. Яғни сіздерде де алша егетін болсаңыздар черешня, онда міндетті түрде қасына екінші сорт егіңіздер. Екіншісін, өйткені айқас тозаңданады, өз-өзін тозаңдандыра алмайды.